Бүгін біз көбіміз елемейтін, бірақ денсаулығымыздың кілті болып саналатын бір мүшені өт қабы мен өттің ағымы жайлы сөйлесеміз. Неге бұл тақырыпқа көп көңіл бөлу керек? Өйткені өттің жұмысы тек ас қорытуға ғана емес, буындарға, теріге, холестеринге, тіпті гормондарға да әсер етеді. Сізбен бірге доктор Берік, қазақша түсіндіретін денсаулық кеңесшісі. Бүгін біз маңызды тақырыпты бірге талдаймыз. Егер сізде мынадай белгілер болса, мұқият тыңдаңыз. Буындарыңыз сықырлап ауырса, құрғақ тері, жарылған өкше мазаласа, холестерин жоғары болса, бауыр майлану, стеатоз байқалса, бас ауруы, мигрен жиі болса, көлікке жиі құсқыңыз келсе, бұлардың барлығы өттің дұрыс шықпай жатқанын көрсетеді. Өт ағзаның табиғи тазартқышы. Ол токсиндерді, артық холестеринді, гормон қалдықтарын шығарады. Егер өт қоюланып қалса, тас, шлак, ауру пайда болады. Өт пен буынның байланысы. Буын ауруларының себебі тек артық салмақтан емес. Өт қою болса, майлар мен дәрумендер дұрыс қорытылмайды. Ал май қышқылдары буын сұйықтығының негізгі бөлігі, сондықтан өт дұрыс жұмыс істемесе, буын сұйықтығы азаяды. Сықырлау, ауырсыну пайда болады. Яғни, буынды емдегіңіз келсе, алдымен өтке назар аударыңыз. Өтті жақсарту жолдары. Ұйқыдан тұрған соң, аш қарынға 1-2 стакан жылы су ішіңіз. Бұл қарапайым тәсіл өттің ағуына көмектеседі. Жеңіл жаттығулар, еңкею, бұрылу өт ағысын табиғи түрде жақсартады. Дәрігердің кеңесімен арнайы препараттар қолдануға болады. Соның ішінде урсодизоксихол қышқылы, мысалы, урсосан, оның құрамында урсодизоксихоливая қышқылы бар. Бұл біздің ағзада табиғи түрде кездесетін пайдалы зат. Урсосан өтті сұйытады, ағуын жеңілдетеді, тастардың түзілуін азайтады. Ол бауырды, ас қорыту жолдарын қорғайды, тіпті кейбір тері және буын ауруларына да оң әсер етеді. Әдетте урсосан түнде, ұйықтар алдында қабылданады. Курс ұзақ болуы керек, 6 айға дейін. Бұл уақытта өттің тығыздығы біртіндеп қалыпқа келеді. Бірақ егер өт жолында тас болса, немесе дәрігер қарсы көрсеткіш айтса, ешқашан өз бетіңізше бастамаңыз. Достар, өт біздің ағзамыздың үнсіз жұмыс істейтін, бірақ өмірлік маңызды мүшесі. Ол бүкіл ағзаны тазартып, ішкі тепе-теңдікті сақтайды. Сондықтан егер өзіңізді шаршаңқы, теріңіз құрғақ, немесе буыныңыз ауыра бастаса, өтті тексеріңіз. 1 стакан жылы су мен салауатты өмір салты кейде дәріден де күшті әсер береді. Құрметті көрермен, сіздің қолдауыңыз бізге күш береді, шабыттандырады. Соңғы уақытта доктор Берік арнасына көрермендердің қолдауы өте қажет болып тұр. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, сіз тек бір арнаны емес, күн сайын жүздеген адамға пайдалы кеңес алу мүмкіндігін қолдайсыз. Сондықтан жазылыңыз, қолдаңыз, бірге болайық.